Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шайғорық ауылы, Шайғорық орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі Ахметова Дамира Жарылқасын қызы. Пәні жаратылыстану, сынып 4-ші. Бөлім жер және ғарыш. Тақырыбы ғарышта не бар. Оқу мақсаты және критерийі. Адам тіршілігінің түрлі саласында ауаны қолдану жолдарын анықтау. Амандасу, сәлеметсіздер ме? Здравствуйте, hello. Аспанға қарап ай көрдім, төменге қарап жер көрдім. Оңға, солға бұрылып, егеменді ел көрдім. Балалар, сабағымызды жұмбақ арқылы бастаймыз. Қараңғыда жымыңдайды, жанады. Жарық түссе, бірден сөніп қалады. Тең киіз, екі ортасы кең киіз. Бір үйде қос сұлу қыз ағайынды. Екеуі қызықтырған талайыңды. Жүдемес 4 маусымда мұңаймаса, тұрады нұрға малып маңдайыңды. Балалар, жұмбақтың жауабын таптыңдар деп ойлаймын. Ал ендеше балалар, бейнебаянға назар аударайық. Бүгін біз ғалам және де өзіміздің құс жолы ғаламы туралы айтатын боламыз. Ғалам дегеніміз гравитация күші арқылы бір тұтас болып тұрған жұлдыздар мен шаң-тозаңдар жиынтығынан тұратын жүйе. Біздің күн жүйеміз құс жолы деп аталатын ғаламда орналасқан. Әлемде 100 миллиардтан астам шашырап жатқан ғалам түрі бар. Ғарышкерлер телескоптың көмегімен бұл ғаламдардың миллиондаған суретін түсіріп алған. Суретке түсірілген ғаламдардың ең алысы жерге 1013 миллиард жарық жыл қашықтықта. Ғаламдардың диаметрлері әртүрлі. Араларында бірнеше мыңдаған жарық жылдан бастап жарты миллионға дейін жететіндері бар. Кейбір шағын ғаламдарда жұлдыздардың саны миллиардқа да жетпейді. Ал үлкен ғаламдарда триллионнан астам жұлдыздар болады. Ғаламдардың орналасу реті біркелкі емес. Олардың кейбіреулері қатар орналасқан, ал енді біреулері жұптасып келеді. Ондайлардың бірі екіншісін айналып жүреді. Алайда ғаламдардың басым бөлігі ғаламдар шоғыры деп аталатын топ құрап тұрады. Бірнеше ғана ғаламнан тұратын ғаламдар шоғыры, сондай-ақ мыңдаған ғаламнан тұратын ғаламдар шоғыры болуы мүмкін. Ал балалар, бейнебаянды көрдіңдер. Енді жедел сұрақ. Ғарышта не бар? Аспанды түнде бақылап көрдің ба? Аспандағы ақ күміс түсті жолақты байқадыңдар ма? Олар қалай аталады? Ол не болуы мүмкін? Біздің галактика қандай пішінде? Біздің галактика осы заттарға ұқсайды екен. Ендеше жер ғаламшары орналасқан галактиканы сипаттап көрейік. Қараңғы түндерде қалалар мен тас жолдардың оттарынан қашықта аспанда ерекше нәрсе көрінеді. Бұлтты ақшыл жарық жолағы аспанда созылып жатады. Көне гректер оны аспанда төгілген сүтке ұқсатып, сүт жолы деп атаған. Ал қазақ, қырғыз, фин, эстон халықтары оны жыл құстарының қайтуымен байланыстырып, құс жолы деп атайды. Біз аспанда көретін құс жолы галактиканың, яғни жұлдыздардың, газ, тозаң мен басқа да заттардың алып жиынтығының бір бөлігі. Біздің күн жүйесін күннің тарту күші ұстап тұрғаны сияқты, галактикаларды тартылыс күштері біріктіріп тұрады. Құс жолы күн жүйесі орналасқан біздің галактикамыз, бірақ күн жүйесі галактиканың титтей бөлшегі ғана. Құс жолы өте алып, ол көлденеңінен 100 мың жарық жылындай. Жарық жылы жарықтың бір жылда жүретін жолы, шамамен 9,5 триллион километр. Құс жолында кемінде 200 миллиард жұлдыз және кем дегенде 100 миллиардтай планета бар. Құс жолы үлкен болғанымен, ол аспанда жалғыз емес. Ол жақын орналасқан 50 шамалы галактикамен бірге жергілікті галактикалар тобына кіреді.
Жергілікті топ кемінде 10 миллион жарық жылы аумақты алып жатыр. Әлемнің жерден көрінетін бөлігінде ең аз дегенде 170 миллиард галактика бар. Ал оның сыртында қаншасы бар екенін білуге еш мүмкіндік жоқ. Галактикалардың пішіні мен үлкендігі әртүрлі болады. Оларда небәрі бірнеше миллион немесе триллионнан аса жұлдыз болуы мүмкін. Олар эллипс, не спираль тәрізді, немесе дұрыс емес пішінді болады. Біз білетін галактикалардың көбісі сияқты құс жолы да спираль галактика. Құс жолының қандай екенін ішінде тұрып көру мүмкін болмаса да, оны және басқа галактикаларды мұқият бақылаудың нәтижесінде ғалымдар оның пішінін анықтай алды. Құс жолының негізгі 4 бөлігі бар. Оның ортасында дөңес немесе галактика орталығы орналасқан. Ол диаметрі 10.000 жарық жылына тең. Жұлдыздар мен басқа материалдар тығыз топтасқан. Галактиканың ортасындағы дөңгелек томпақ. Ғалымдар құс жолының қақ ортасында алып қара құрдым орналасқан деп санайды. Галактика орталығы галактиканың ең жарық бөлігі. Келесісі дөңгелек. Ортадағы дөңесті қоршап тұрған жалпақ аймақ. Дөңгелектің ені 100.000 жарық жылы. Ол спираль салаларда, тармақтарда шоғырланған жас жұлдыздарға газ бен тозаңға толы. Спираль салалар дөңгелектің бөлігі. Олар галактиканы доңғалаққа ұқсатады. Біздің күн жүйесі спираль салалардың бірінде орналасқан. Мұндағы жұлдыздар тығыз галактика орталығымен салыстырғанда бір-бірінен әлде қайда қашық. Құс жолының соңғы бөлігі гало. Гало галактиканың негізгі дискін қоршаған кәрі жұлдыздар мен жұлдызды шоғырлардың сфералық қабаты. Гало галактиканың басқа бөліктерімен салыстырғанда бос. Ондағы нысандар тым сирек орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын көне грек философтары құс жолы тығыз топтасқан алыс жұлдыздардан құралған деп болжады. Бірақ мұны дәлелдеу 1600 жылға дейін мүмкін болмады. Сол жылы астроном Галилео Галилей құс жолын телескоппен бақылап, оның үш жүзінде қисапсыз әлсіз жұлдыздардан тұратынын анықтады. Егер қала мен машина шамдары түспейтін қараңғы далаға не тауға барсаңыз, ғасырлар бойы талай аңызға арқау болған тылсым көріністі құс жолын көре аласыз. Балалар, бейнефильмнен қандай әсер алдыңдар? Біздің жер шары мен күн жүйесінің бұл кеңістіктегі орны қайда? Галактика ортасында не бар? Осы сұраққа жауабын тапты деп ойлаймын. Галактика ортасы дөңес диск тәріздес болады. Бұл дөңес ядро деп аталады. Ойланып көріңдер. Неліктен ғарыш денелері негізінен шар тәрізді болады? Олардың формасы қандай? Олар неліктен шар тәрізді деп ойлайсыңдар? Енді оны білу үшін әрқайсысын мақта, жүн, ермексаз алыңдар. Затты алақандарыңа салып, айналдырыңдар. Сәлден соң нәтижесін көресіңдер. Барлығы шар тәрізді формаға затқа айналады. Оған не әсер етті? Әрине, айналдыру деп аталады. Бұл әлемдік тартылыс күші гравитация әсері. Бұл күш барлық денелер бір-біріне тартылады. Дене неғұрлым үлкен болған сайын, ол шар тәрізді бола бастайды. Балалар, оқулықтан модель жасап үйренеміз. Оқушылар өздеріне қорытынды жасайды. Біріншіден, галактика спираль тәрізді айнала қозғалатын түсінеді. Екіншіден, бұл галактикада күн жүйесінің орнын көрсетеді. Яғни бұл галактиканың орасан зор үлкендігін ұғынады. Оның құрамына кіретін күн жүйесінің сәйкесінше жер ғаламшарының көлемін салыстырмалы түрде елестете алады. Берілген анықтама бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңдер.
Енді анықтаманың жауаптарын салыстырып көрелік. Балалар, бағдаршам түстері арқылы бүгінгі жұмыстарыңды бағалаңдар.